I want that world now. I feel good. I want that world now. So good, so good. I've got you. Вау! Евразия бірінші арнасында караоке такси халық шоуы өз жұмысын бастайды. Ал менің есімім Қазбек Қасым, және біздің шығармашылық топ Алматы шаһарының көшелеріне қол көтеріп тұрған жолаушыларды іздеуді бастаймыз. Егер де сіздер қызықтан құр қалмаймын десеңіздер, онда жарты сағат көлемінде бізбен бірге болыңыздар. Мына үш жігіт қайда барады екен, қазір олардан сұрап көрейік. Прайм Плаза. Қанша? 1000. 1500. 1300. Үшеуіңсіңдер ғой, Үшеуіміз, иә? Жақсы, отырыңдар. Поехали. Иә, шынымен де жігіттер, бұл Евразия бірінші арнасындағы караоке такси халық шоуы, және сіздер дәл осы таксименен айтқан жерлеріңізге жетесіздер. Егер де біздің айтқан шарттарымызға көніп, ескертулерімізді ескерсеңіздер. Ән айтам деген ниеттерің болса, онда мен сіздерді жеткізетін боламын. Айтқан жерлеріңізге, бірақ та бір ескерту, екі ескерту. Біріншісінде сіздер егер де айтқан жерлеріңізге ерте жететін болсақ, онда 3 айналымның толыққанды ойнай алмаймыз. Ал егер де маған ұнамай қалсаңыздар, бірінші айналымнан сіздерді өкінішке орай жарты жолдан қалдырып кетуі мүмкін. Бірақ та ең бастысы төрешімен болғаннан кейін қатты ұнауға тырысыңыздар, иә? Ал айтқан жерлеріңізге жеткіземін, және ақшаларыңызды беремін. Сол себепті 1300 теңгелеріңіз қалталарыңызда қалады. Түсінікті? Рахмет, рахмет. Онда жігіттер, кеттік. Кеттік. Асығыспыз біз. Жақсы, кеттік, ендеше танысуды бастайық, иә? Бір-бірлерімізбен таныстырып, бізді көріп отырған көрермендерге де айта кетіңіздер. Есімдерің кім болады? Рустам. Расул. Аха. Түсінікті, жігіттер, сіздердің түр-келбеттеріңізге қарап, жалпы өнерге жақын адамдар сияқтысыңдар. Неге? Өйткені бір топқа ұқсайсыңдар ма, әлде мен қателесемін бе? Иә? Яғни біз футболистербіз. Футболистербіз біз. Осы Алматы ұлттық құрама командасы. Аха. Яғни футболмен айналысасыңдар. Енді қалай айтсам болады екен. Доп теппейтін қазір жастар жоқ дейсің ғой, иә? Барлығы да доп ойнайды. Иә. Салауатты өмір салты, дұрыс емес пе? Иә. Бәрекелді, жігіттер, енді таныстық. Мен есім Қазбек Қасым, және осы бағдарламамен төреші, және сіздерге айтарымыз, біздің ойынымыз 3 айналымнан тұрады. Есте сақтаңыздар. Бірінші айналымда сіздер өздеріңіздің қалаған әндеріңізді айтасыздар. 0 теңге мен 5000 теңге көлемінде ақшалай ұтыс ұтып алуларыңыз мүмкін. Сол себепті соны ескеріңіздер. Ал максималды бізде ұтып алатын кез ол 30 000 теңге. Өлең қай тілде де бола береді? Иә, бірінші айналымда қай тілде де ән айтқыларыңыз келеді, ол өздеріңіздің еріктеріңізде. Сонымен бірінші айналымда қай тілде өздеріңіз айтқыларыңыз келеді, өздеріңіздің еріктеріңізде. Ең бастысы әнді сіздер таңдайсыздар. Бұл негізі осындай бағдарламалар Қазақстанда, Алматыда өтіп жатқан негізі революция. Сол енді қалай айтсақ? Революция деген өлеңді айтамыз. Яғни біз үшін революция бұл. Бәрекелді. Прицел наведен, теплеет курок. Я знаю пароль, здесь лично на 0. Я просто игрок, такой же, как ты, на равных правах. Немного друзей, немного любви, улыбки, слова на первом месте. Лечу кометой, где-то светит моя звезда. Мы будем вместе
Пока идет игра, никто не знает, что будет дальше. Остаться живым, не сбиться с пути. Кому-то привет, кому-то пока, кому-то прости. И полный вперед, поднять паруса. Мы будем играть, я верю в тебя, я верю в себя. Мы вместе. Лечу кометой, где-то светит моя звезда. Мы будем вместе. Пока идет игра, запомни нас навсегда на первом месте. Лечу кометой, Байқасаңыздар, екі дауыс, үш дауысты айтыңдар. Ән айта алмаймыз деп қояды. Футбол ойнайды, ән айта алмайды. Запомни нас навсегда, запомни нас навсегда. Революция, 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 революция на первом месте. Лечу кометой, где-то светит моя звезда. Мы будем вместе. Пока идет игра, запомни нас навсегда на первом месте. Лечу кометой, где-то светит моя звезда. Мы будем вместе. Пока идет игра, запомни нас навсегда на первом месте. Бәрекелді жігіттер, қол соғамыз бір-бірлерімізге. Әрине, мен де қол соғам сіздерге. Неге? Өйткені сіздер бірден 5000 теңге ұтып алдыңыздар. Сол себепті қуана берсеңіздер болады. Менің басында бір сұрақ бар. Иә, қандай? Революция деген сөздің аудармасы бар ма жалпы? Әрине, революция дегеніміз ол революция деп аударылады. Сол себепті сіздер де бір өздеріңше революция жасадыңыздар. Ал менің жеке пікірім, Quest Pistols тобы шынымен де шаң жұтып қалған сияқты сендердің қастарыңда. Өйткені сіздердің дауыстарыңыз ерекше болды, бөлек болды. 3 дауыста ән шырқадыңыздар, оның барлығын біз естідік, біздің көрермендеріміз де естіді. Жалпы футболистердің әдемі дауысы бар екеніне жалпы мен таңғалып отырмын. Солда 3 дауыстаған үшін 5000 бағалап отырсыз. Әрине, 3 дауыстан бөлек сіздер әдемі айттыңыздар бұл өлеңді. Өте ұқсады, дауыстарыңда, тембрларыңды да келтірдіңдер. Менің ойымша, ол үшін ақша жымқырып қалудың да қажеті жоқ сияқты. Сол себепті 5000 теңге сендерге бірінші айналымда алдыңдар. Енді екінші айналымның шартын түсіндірмес бұрын менде бірден сұрақ туындап отыр. Неге футбол ойнайтын футболистерде сондай дауыс қайдан келді деген сұрақ туындап отыр? Енді қалай айтсақ болады екен. Енді футбол біріншіден хобби. Хобби. Екінші спортсмен адам ол темекі шекпейді, дұрыс па? Арақ ішпейді. Әрине. Бос уақыты осы караокеда, болмаса сахнада, болмаса үйде, душта өлең айтумен. Әсіресе душта дейсі. Душта барлық айтатын сияқты, бірақ сахнаға кез келген адам шыға бермейді. Екінші айналымның шартын түсіндіре кетейін. Екінші айналымда мен бір әнді бастаймын. Ал сіздер оны әрмен қарай қостайсыздар. Егер де жақсы айтатын болсаңыздар, онда 5000 теңге мен 10000 теңге көлемінде ақшалай ұтыс ұтып алуларыңыз мүмкін. Сол себепті бар күш-жігерлеріңіз салыңдар, өйткені сендерде бірінші айналымның максималды ақшасы қалталарыңда. Ол үшін қобалжымаңдар. Ал екінші айналымдағы сіздерге ұсынатын әнім менің мынау. Айқын аңсағаным. Білетін шығарсыңдар Айқын деген жігітті, е? Білеміз. Хоп! Өзің жайлы басталады әнім, арманымдай боп ескен таң самалым.
өзің менен аңсағаным мінекей кел билелік жаным қарсы аламын сен ғой менің барымда сен ғой менің асылымда арайланып атқан таңымда сен ғой менің жанымда ажарымда базарымда кел билелік жанымдағыда жалғыз сен махаббатым ау менің көңіліме нұр шуақ себеді жалғыз сен шапағатым ау менің мағыналы өміріме сен береді бір жан жоқ өзіңе сеніп келеді қуанышқа толтырасың шындық сен деп салдым жаным осынау әнді бола берсек біз бірге мәңгі болар еді өмір неткен сәнді сен ғой менің барымда сен ғой менің асылымда арайланып атқан таңымда сен ғой менің жанымда ажарымда базарымда кел билелік жанымдағыда жалғыз сен махаббатым ау менің көңіліме нұр шуақ себеді жалғыз сен шапағатым ау менің мағыналы өміріме сен береді бір жан жоқ өзіңе сеніп келеді иә көрмеде байқасаңыздар айқынның көптеген әндері өте көңілді көңіл көтереді бірақ та қазақ тіліндегі әндердің көңілді әндері аздау екені айдан анық шындық бірақ та сен ғой менің барымда сен ғой менің асылымда айланып атқан таңымда сен ғой менің жанымда ажарымда базарымда кел билелік жанымдағыда жалғыз сен махаббатым ау менің көңіліме нұр шуақ себеді жалғыз сен шапағатым ау менің мағыналы өміріме сен береді бір жан жоқ өзіңе сеніп келеді біз осындамыз футбол әрине спорт және Евразия бірінші арнасы специально для первого канала браво жігіттер браво тағы да айтамын өйткені бұл әнді жақсы біледі екенсіңдер жақсы айтады екенсіңдер енді ең басты нәрсеге келдік бұл әрине не? көрдіңдер ма ақша деген кезде естен шығармайды ешкімде ол да дұрыс шығар өйткені жігіттер ең бастысы қатысу ма әлде ақша ма сендер үшін қатысу футболға қатысу әрине қатысу бірақ та ақша да кедергі етпейді солай емес пе кем болмайды әрине қалталарыңды теспейді дейсің ғой жақсы енді сіздерге менің беретін бағам ол енді ақшалай баға 5.000 теңге мен 10.000 теңге көлемінде дедім енді мен сіздерге 10.000 теңге мінекей 10.000 теңгені алдыңдар рахмет жігіттер сендердің еншілеріңде ақшаны санай білетін адамдар бар шығар есептеп отырсын иә кісі бухгалтерға оқыған өйткені мен әдейі қателесіп кететінім бар кішкене кісі экономист жақсы экономисттер де бар екен орталарымызда тағы да басқа қандай кәсіппен айналысасыңдар кітап оқу кітап оқу футбол ойнау ақша есептеу
иә? Ән айту. Ән айту. Әрине, ән айту. Үшінші айналымның шартын түсіндіремін. Сіздер 4 категориядан тұратын категорияның бірін таңдайсыздар, ал біздің компьютеріміз сіздерге сол әнді қойып береді. Бірақ та оны сіздер өздеріңіз білмейсіздер. Категорияға байланысты қойылады. Есте сақтаңыздар. Ретро ән, екінші халық әні, үшінші саундтрек, төртінші қазіргі заманның әндері. Қайсысын таңдаймыз? Қайсы сендерге ыңғайлы, қайсы қолайлы, қайсы дауыстарына келеді екен? Айттық революция мысалға, иә? Иә. Тағы да енді Айқынды да заманауиға жатқызамыз. онда ретро көйлер. Жақсы, онда біздің компьютеріміз сіздерге мына әнді ұсынып отыр. Hello деген ән Лайонел Ричи. Білетін шығармыз бұл әншіні. Естідік? Және бейнеклипі де есінде, өте сондай аянышты бейнеклиптердің бірі. Билесе болады шығар бұл бөлігі. Сәлем дейді. With you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You are all everyone, and my eyes are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. The sunlight in your hair, I tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I'm just glad you let you know, 'cause I want the way you are, and I want to what you do. Can you someone really lonely, or someone loving you? Tell me how to win your heart. Шәйлі әнге, вальске шақырыңыздар. Менің ойымша жігіттеріміз жақсы айтып жатқан сияқты. Әдемі әнге, әдемі сүйіктімізбен билеңіздер. Бірге қосылып шырқаңыздар. Өйткені халық шоуы деп тегін айтылмайды. Is it me you're looking for?
енді жігіттердің орындауындағы ән. Сүйекке дей жеткен шығар. Қол соғамыз, жігіттер. Өте мұңлы ән болса да, бұл әнді жүрекке жеткізудің өзі үлкен өнер. Сол себепті шырқалған әндерің барлығымызды бір толғандырып, сонау ностальгияға бөледі. Сіздер де көңілдерің түсіп кеткен сияқты ғой. Қалай болғанда да қол соғып қоямыз, себебі Евразия бірінші арнасындағы халық шоу караоке такси сіздерді айтқан жерлеріңізге дейін жақындатып қалды. Бірақ та біз әлі жолшыбай келе жатырмыз, және сіздердің шырқауларыңыздағы әнді тыңдай отырып, енді беретін бағаға да келіп отырмыз. Жағына сіздерге қаншадан қаншаға дейін деп едім мен? 60, 80 деген. Міне көрдіңдер ғой. Бірақ та мені шатыстыру өте қиын. 10 мың теңге мен 15 мың теңге көлемінде дедім. Сол себепті мен сіздерге осы ақшаның ішінен білесіздер ме? Қанша беретінімді? Білмейсіздер ме қанша беретінімді? Енді жүрегіңізге тиді деп айттыңыз. Қанша теңге сіздің жүрегіңізге тиіп отыр қазір? Біледі жігіттер, қалай ақша ұтып алу керек екен, қалай жүректен шығару керек екен, барлығын білетін сияқты. Себебі мен сіздерге 15 мың теңге беремін. Құтты болсын, бір қуаныштарың. Енді жалпы қуанышты қазір көре жатармыз. Өйткені экономист жігітіміз санап отырмайды ма білмейдім. Бірақ та сіздер 30 мың теңгені ұтып алдыңыздар. Бұл кез келгеннің қолынан келмейді. Неге? Өйткені әдемі ән айтып, 3 түрлі дауысты ән айту, және көңілді отыру, билейтін жерінде билеу, осының барлығын ескере отыра, мен өзім жеке ұнатып сендерді 30 мың теңгені беріп отырмын. Сол себепті мінекей барлық ақшаларымды алды да кетті. Құрметті көрермендер, бұл шындық. Және осыған байланысты мен бір қызықты есіме түсіріп отырмын. Жалпы ән айтқанға Қазақстанның ақшада болып жатыр, соны бере салсаңыз деп. 1300 теңгені алып қойыңыз. 1300 теңге қалталарыңда қалсын. 30 мың теңге тағы да қосылады. 1300-ге соны қайда жаратуды ойластырыңдар. Ең бастысы. Және бөліп аласыңдар ма, әлде қалай? Әлде сіздердің орталарыңда бір адам ақша ұстайды ма? Адам басына 10 мыңнан бөлеміз. Жақсы. Әрине, киноға барыңдар, өздеріңнің еріктерін қалай жаратсаңдар да, бұл өздеріңнің маңдай термен тапқан ақшаларың 30 мың теңге. Мен бингоға келдім. Жақсы жігіттер, мінекей айтқан жерлеріңізге де жеттік. Сол Prime Plaza. Осы жерге тоқтасам, әрмен қарай жолды өте саларсыздар, иә? Сол емес пе? Рахмет сендерге. Саған рахмет. Және өнерлерің істей берсін. Менің ойымша, тек қана футболмен емес, жалпы сіздерге осы үлкен өнер деген, әншілік деген саланы қатар алып жүру керек сияқты. Мүмкін үшеуің бірігіп бір топ құрарсыңдар. Бұл да менің айтып отырған бір ақыл кеңесім. Және продюсерлардың да құлақтарына алтын сырға. Осындай түр десе түрі бар, дауыс десе дауысы бар. Осындай азаматтарды менің ойымша тарту керек сияқты, көтеру керек сияқты, қолдау керек сияқты. Жақсы, рахмет. Осы сөздеріңіз 30 мыңнан көп кетті. Реклама. Рахмет. Жақсы, жолдарың болсын диктер. Мінекей құрметті көрермендер, экономист, футболист, әнші және қарапайым көңілді жігіттер. Талантты жасырып қалу мүмкін емес. Менің ойымша, олар тиісті бағаларын алды. Осымен Евразия бірінші арнасындағы караоке такси халық шоуы осымен тәмамдалды. Енді баршаларыңызда байқаған шығарсыздар. Біздің Алматы қаласында жалпы Қазақстан бойынша таланттар өте көп. Егер де біздің бағдарламаға қатысам десеңіздер, онда бізді іздеңіздер, қол көтеріңіздер. Ал біз сіздерді іздеп, тауып, міндетті түрде отырғызып аламыз.